Саламатсыңдар ма, балалар? Саламатсызба, апай. Отыра қойыңдар, балалар. Балалар, қазір топқа бөлінеміз. Мына жақтағы бірінші қатардағы балалар 4 күріш тобы болады. Мына жақтағы екінші қатардағы балалар 3 күріш тобы болады. Балалар, мынау не? Шкаптың сөрелері. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Енді балалар, бірінші қатарында не орналасқан? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Ермексаздан жасалған жұмыстарын. Оның қасында нелер тұр? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Одан кейін екінші сөреде нелер тұр? Дұрыс айтасыңдар. Үшінші сөреде не тұр? Жарайсыңдар, балалар. Жаңа сабақтың тақырыбы: үстінде, астында, ішінде, сыртында, алдында, артында, оң жақта, сол жақта. Тақтадағы суреттерге қарайықшы. Үш тобындағы аяулым тұра қойшы. Мынау не? Мысық. Мынау ше? Орындық. Мысық қайда отыр? Орындықтың алып үстінде. Отыра қой. Жарайсың. 4 тобындағы Раяна тұра қойшы. Мынау не? Орындық. Күшік қайда отыр? Орындықтың астында. Жарайсың, отыра қой. Мысық орындықтың үстінде отыр, күшік орындықтың астында отыр екен. Мына суреттерге қараңдаршы. 3 тобындағы Мирас тұра қойшы. Мыналар нелер? Шашара. Жақсы, отыра қой. Мейрамбек тұра қойшы. Мына тиын шышаның қай жағында тұр? Алдында. Отыра қой. Асылхан тұра қойшы. Мына суретте тиын қай жерде тұр? Шашаның артында. Отыра қой, жарайсың. Мына суретке назар аударайықшы. Еркебұлан тұра қойшы. Мынау не? А? Сана. Аха. Мынау ше? Мынау не? Иса. Шыша, отыра қой. Мейрамбек айта қой. Мынау не? Кристалл. Осы заттар қайда орналасқан, Мейрамбек? Сананың астында. Шананың ішінде, я? Шананың ішінде орналасқан. Отыра қой. Балалар, әліппе дәптермен жұмыс жүргіземіз. Нөмірі 1 тапсырмаға қарайықшы. Балалар, мынау не? Шкаптың сөрелері. Шкаптың сөрелері. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Раяна тұра қойшы. Маймыл қай жерде отыр? Шкаптың Сөресінде отыр. Дұрыс айтасың. Отыра қой. Оң жақта отыр, я?